Сәлеметсіздер ме? 4-ші сынып білім алушыларына арналған математика пәні бойынша бұрыштарды өлшеу және салу тақырыбындағы сабағымызды бастаймыз. Бүгінгі оқу мақсатымыз: нүктелі қағазға перпендикуляр түзеулер, симметриялы және симметриялы емес жазық фигураларды сызу. Дескрипторы: берілген градустық өлшем бойынша бұрыш, тік бұрышты үшбұрыш, перпендикуляр және түзеулер сызасың. Ендеше оқулығымыздың 101 бетіндегі бірінші тапсырмаға назар аударыңдар. Өрнектің мәнін есепте делінген. Кир Булычев «Алдағы 100 жыл» деген кітабында болашақты бағдарлай алған. Барлық өрнектердің мәндерінің қосындысын тап. Сонда кітаптың кейіпкері Коля Наумов болашақтың қай жылына тап болғанын білетін боласың. Бұл кітапта болашақтың тұрғындары қағаз кітаптарды оқымайды, мәтіндерді шағын құрылғыларға жүктеп алатын болған. Ол электрондық кітаптар планшеттері. Ендеше мына өрнекті шешуін табайық. 34 пен 12-нің көбейтіндісінің мәні 408-ге тең болады екен. Және болашақтың тұрғындары арнайы бағаның бір батырмасын басу арқылы аялдамаларда балмұздақ сатып ала алады екен. Бұл сусындар мен балмұздақтар сататын автоматтар екен. Ендеше өрнекті есептейік. 3528 пен 36-ның бөліндісі нешеге тең? 98-ге тең болады екен. Болашақта тап болған Коля Наумов аяқтарына серіппелі бар жеткіншектерді көрген. Бұл қазіргі кезде джампермен қалаған адам секіре алады. Ендеше өрнектің мәнін есептейік. 788 пен 2-нің көбейтіндісі 1576-ға тең екен. Ендеше өрнектердің барлық мәндерін қосамыз. Мәні 2082-ге тең болды. Демек, кітаптың кейіпкері Коля Наумов болашақтың 2082 жылына тап болған екен. Ендеше өткен тақырыбымызды еске түсіру мақсатында мына бейне жазбаларды тамашалаймыз. Транспортердің көмегімен градустық өлшемі 40 градусқа тең бұрыш салуды үйренейік. Алдымен бұрыштың бірінші сәулесін жүргіземіз. Ол үшін транспортердің центрін бұрыштың төбесіне дәл келтіріп, сәулені 0 градус арқылы өтетіндей етіп орналастырамыз. Транспортердің шкаласынан 40 градусқа сәйкес штрихты тауып, оның тұсынан нүктені белгілейміз. Осы нүкте арқылы өтетін сәуле сызамыз. Міне, градустық өлшемі белгілі бұрышты осылай салуға болады. Бұлар әр түрлі бұрыштар. Олардың ортақ нүктесі бұрыштың төбесі, ал сәулелері бұрыштың қабырғалары деп аталады. Бұлар сүйір бұрыш, доғал бұрыш, тік бұрыш, жазыңқы бұрыш. Балалар, енді оқулығымыздың 102 бетіндегі екінші тапсырмаға назар аударыңдар. Бұрыштарды өлше, бұрыш түрлерін ата делінген. Бұрыштарды біз транспортердің көмегімен өлшейміз. Және де бұрыштардың түрлерін атайық. АБС бұрышы доғал бұрыш. ACH сүйір бұрыш. MON тік бұрыш деп аталады. Ендеше өздерінің транспортер сызғыштарының көмегімен
бұрыштарын өлшейміз. Үш бұрыштың үш ішкі бұрыштары болады. Ішкі бұрыштар саны үш бұрыштың қабырғалар санына тең. Үш бұрыштың ішкі бұрыштарының қосындысы 180 градусқа тең. Мінекей балалар, біз үш бұрыштың бұрыштарының қосындысы 180 градусқа тең болатынын білдік. Ендеше осы білгеніміз бойынша 6-шы тапсырманы орындаймыз. Транспортердің көмегінсіз бұрыштардың өлшемін анықта делінген. Бірінші бұрышта А бұрышы 50 градусқа тең, Б бұрышы 70 градусқа тең. Ендеше есептейік. Бұрыштың барлық бұрышы 180 градусқа тең болғандықтан 50 мен 70-тің қосындысын 180-нен азайтамыз. Демек, С бұрышы 60 градусқа тең. Екінші бұрыш, үш бұрыш. Д бұрышы 55 градусқа тең. F бұрышы 50 градусқа тең. Демек, екеуінің қосындысын 180 градустан азайтқанда 75 градусқа тең екен. Үшінші бұрышы 75 градусқа тең. Келесі үш бұрыш. H бұрышы 80 градусқа тең. N бұрышы 40 градусқа тең. Бізге белгісізі G бұрышы. Ендеше бұрышты анықтау үшін екі бұрыштың қосындысы мәнін 180 градустан азайтамыз. Демек, үшінші бұрышымыз 60 градусқа тең екен. Ендеше балалар, үй тапсырмасы 12-ші тапсырма 104-ші бетінде. Бұрыштарды дәптерлеріңе сыз. Және де берілген бұрыштардан 10 градус кіші бұрыштар сыз. Біз бұрыштарды сызу үшін транспортерді қолданамыз. Осы үй тапсырмасы бойынша кері байланыс жасаймыз. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.